Қазақстандағы жағастарлық оқиға. Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Ұшақта апатты тергеу үшін Ақтауға 17 халықаралық сарапшы жиналды. Маңғыстау өңірінде халықаралық азаматтық авиация ұйымына арнайы бақылаушы Тормасын ұшып барды. Ол авиациялық оқиғаларды тергеу және секцияларды басқарады. Әзербайжан президенті Қазақстан Республикасына ризашылығын айтты. Біздің достығымыз бенен бауырмалдығымыз осы қиын сынақтан кейін нығая түсті, деді Әлиев. Әзербайжан басшысы Аза ТВ арнасына берген сұхбатында мемлекет басшысына көңіл айтқанын жеткізді. Мен президент Тоқаевқа қайғырып көңіл айттым. Себебі апат салдарынан Қазақстанның 6 адамы қаза тапқан, деді ол. Әзербайжан президентінің айтуынша қазақ бауырларымыз көрсеткен ынтымағы Әзербайжан халқының жүрегінде терең із қалдырды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, саламат болыңыз.